Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге 2 минутта дайын болатын дәмі өте керемет жеңіл салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Салатқа қажетті ингредиенттер: қияр, қызанақ, болгар бұрышы, брынза ірімшігі, кинза мен петрушка және де сухарики. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді соусын дайындайық. Ол үшін бізге орегано, базилик, смесь перцев, тұз, лимон шырыны және де зәйтүн майы қажет. Барлығын араластырып, салатымызға саламыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес етемін. Шынымен де өте керемет салат. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.